Баршаңызға сәлем. Енді бүгінгі сабақта танысатын функционал блокпен өткен сабақта логикалық функциямен танысқан болатынбыз. Мына жерде арифметикалық функция сравнение дейді, қосу, алу, көбейту бар. Бұны келесі сабақтарда, алдыңғы сабақтарда бұйырса танысамыз. Қазір керек бізге проектқа, шағын проект жасауға бізде функционал блокқа кіреміз, папкаға. Сол жерде триггер, таймер, генератор, счетчик, регулятор бар екен. Бірінші триггермен танысамыз. Бүгінгі сабақта триггердің екі түрімен танысамыз. Біреуі с приоритетом выключения триггер, және с приоритетом включения. Менде триггер с приоритетом выключения дейді, яғни қалай жұмыс жасайды. I1-ді жалғаймын, мысалы айтайық, R-ге жалғаймын. R деген бізді reset, яғни сброс деген мәнді білдіреді. I2 set, яғни установить, яғни орналастыру деген сөз. Симуляторды қосамын. Егер мінекей setке 1 деген мән берілетін болса, мінекей менде шығыста Q1 және өшіріп тастасам, қысқа басып былай өшіретін болса, менде триггер не істейді? Бұл мәнді ұстап қалады екен өзі. Яғни Q1 өзгеріс шығысында әрдайым қосылып тұрады екен. Ал оны өшіру үшін маған сброс беру керек, сброс. Оны I1 батырмасын басамын, сброс берді. Енді бұл неге приоритетный выключение? Себебі мысалы қарайық. I2-ны басамын, міне сигнал әрдайым тұрақты 1 деген мән тұр. Ал кнопка resetті басатын болса, мінекей менде сетте, яғни I2 сетте 1 болған менде тұрақты, яғни мән қосылған менде reset басылымдылыққа ие деген сөз. Яғни reset қосылатын болса, ол қарамайды, сетте 1 бар ма, жоқ па, яғни не істейді? Өшіріп тастайды екен. Мінекей. Сондықтан бұл триггер с приоритетным выключением. Енді екінші триггердің түрі бір с приоритетным выключением дейді. Бұл да керісінше болады. Мінекей. I3-ті жалғаймын сетке, I4-ті жалғаймын ресетке, және Q3-ке жалғаймын. Симуляцияны қосамын. I3-ке міне сигнал беремін. Мінекей қысқа сигнал бердім. Дәл солай не істейді? 1 деген мәнді ұстап қалады. Әрдайым шығысында бізде Q3 қосылу тұр мінекей. Ал R-ді бесем, дәл солай өшеді екен. Ал енді I3-тен бізде сигнал түсетін болса, тұрақты 1, бұл өшпейтін болса, тұрақты I4-ті басқанменде reset сброс берсем де не істейді екен? Шығысында Q3 қосылу тұрады әрдайым. Яғни басымдылық бұл жерде, мына триггерде яғни қосылуда тұр екен, қосылу с приоритетным включением де тұр. Ресетті банша бассам да не істейді? Өшпейді екен. Ал мына триггерде керісінше басымдылық өшіруде тұр екен. Басқан кезде өшіруді ресетке сброс берсеңіздер өшеді екен. Енді бұлай кішкене ыңғайсыз, қосып ажырату үшін, сондықтан да біз триггердің алдына детектор передний фронта деген бар блок, соны қоямыз. Мінекей 4 детектор фронттан шығарамын. Детектор передний фронта дейді, қалай жұмыс жасайды? Ол бізде, яғни қанша басып тұрсақ та, мысалы қазір жалға болайын, симуляцияны қосамын. Мысалы, мен әрдайым басып тұрсам да, сетке, әрдайым басып тұрсам да, мен детектор передний фронт бізде қана сигнал ұстайды да, яғни өшіріп тастайды. Бізге бір рет бассақ жеткілікті екен. Яғни қысқа уақытта сигнал болса, мінекей болды. Қосады, өшіреді мінекей. Триггер қосты, өшірді, болды. Осылай мына детектор передний фронтыны ресеттің алдынан қолданған жақсырақ болады. Видео ролик ұнап жатырса, лайк басып каналға тіркеліп кетеміз. Сау болыңыздар.